Әулиеата аспанын әнге бөлейтін ерекше кеш Тараз төрінде өтті. Мәдениет күніне орай ұйымдастырылған Жайна Таразым атты мерекелік концерт қала тұрғындарына көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Бұл жолғы кештің ерекшелігі ұлттық өнер мен заманауи технологияның үндесуі болды. Бұл мерекелік концерттік бағдарлама жасанды интеллект технологияларының көмегімен әзірленіп, дәстүр мен жаңашылдықтың үйлесімін айқын көрсетті. Кеш барысында Қазақстан Республикасының ұлттық ұланының 55-13 әскери бөлімі мен ұлттық ұланның әскери оркестрі орталығы сахна төріне шығып, ел рухын асқақтататын патриоттық әндер мен жүрекке жылы тиетін классикалық шығармаларды орындады. Әскери оркестрдің әуез үні мен өнерпаздардың шеберлігі көрерменнің көңілін тербеп, ерекше рухани әсер сыйлады. Көне Тараздың қасиетті төрінде өткен бұл рухани кеш алғаш рет ұйымдастырылып, ел мен жердің бірлігін, өнер мен жаңашылдықтың тоғысын айшықтаған тағылымды мәдени оқиға ретінде есте қалды. Бұл іс-шараның маңыздылығы біріншіден ұлттық ұлан барлық өңірлік дирижерларының қарым-қатынасы, адамгершілік және де кәсіби дамуына ықпал етеді. Және де осы Тараз қаласында болып жатқан алғашқы рет жасанды интеллектті қолдана отыра бүкіл дирижерларымыз өз нұсқаларын, шығармаларын алып келіп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша концерттің басты мақсаты ұлттық мәдениетті дәріптеу, жас ұрпақтың өнерге қызығушылығын арттыру және технологияның мәдениет саласындағы мүмкіндіктерін көрсету болды. Бүгінгі әскери концерті маған қатты ұнап тұр. Өзім бірінші рет көріп тұрмын оркестр дегенді. Осы қызметкерлер, Құдай денсаулық берсін барлықтары. Отан үшін қызмет ете берсін. Жайна Таразым кеші өткен мен бүгінді руханият пен жаңашылдықты тоғыстыратын тағылымды іс-шараға айналды. Көне шаһардың кешкі көркін ән мен әуен тербетіп, көрерменге ерекше әсер сыйлады. Сонымен қатар осындай мерекелік іс-шара Жеңіс саябағында да ұйымдастырылып, қала тұрғындарына рухани кеш сыйлады. Бекзат Аширбай, Мейрамбек Сағынов, Айдос Құстаубек, Қордай 24 News.